Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Қасым-Жомарт Тоқаев видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қасым-Жомарт Тоқаев биыл 17 және 19 мамырда Қытай Халық Республикасы мемлекеттік сапармен барады. Мемлекет басшысы Сиан қаласындағы Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді. Кездесу барысында екі елдің арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту, сауда және экономика, эвакуация және де инвестиция және көлік логистикасы, энергетика саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету мәселелері қарастырылады. Сондай-ақ президент Қытайдың ірі компанияларының басшыларымен кездесіп деп жоспарланып отыр. Бұдан бөлек, сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия плюс Қытай саммитіне қатысады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.